Бәріне сәлем тапқыр достар. Білім көз арнасына қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздердің қаншалықты мұқият екендеріңізді тексеремін. Барлығы 16 тапсырма болады. Бәрінің уақыты әртүрлі, яғни қиындығы да әртүрлі болып беріледі. Ең алдымен достар, арнаға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сіздерге сәттілік, ал мен бастаймын. Артық эмоджиді таба аласыз ба? Ол эмоджи міне, сіздер дұрыс тапты деген ойдамын, ал мен келесісіне көшемін. Екінші тапсырмада мен мысықты тығатын боламын. Мынау үш қарапшыдан мысықты таба алады ма екенсіз? Бірге көрейік. Дайын болсаңыз, біз бастаймыз. Дұрыс таптыңыздар деген ойдамын, мысық мына фигурада. Ал мен келесі тапсырмаға көшемін. 15 секундта ұқсас керікті таба аласыз ба? Дайын болсаңыз, мен бастаймын. Достар, егер өте қатты қиын болса, паузаға қойып шеше аласыздар. Достар, егер мұқият қарасақ, екі керік мына жерде тұрғанын көреміз. Сіздер таптыңыздар деген ойдамын, ал мен келесі тапсырмаға көшемін. Мына жерде артық тәттіні таба аласыз ба? Мұқият қарадыңыздар деген ойдамын, артық тәтті мына жерде. Артық эмоджиді табыңыз. Артық смайлик мына жерде. Дұрыс таптыңыз деген ойдан, ал мен келесі тапсырмаға көшемін. Артық саусақты тап. Дұрыс таптыңыз деген ойдамын, ол мына жерде. Мына жерде 5 бала бар. Олардың біреуі Алмас, ол шетте тұр. Егер Айша Диаспен бірге тұрса, Данияр өзінің аттасымен тұратын еді. Кім қай жерде екенін анықтаңыз. Достар, егер мұқият қарасақ, Алмас оң жақ шетте тұр. Айша мен Диас болса сол жақ шетте. Данияр өзінің аттасымен орта жақта тұр. Дұрыс таптыңыздар деген ойдамын, ал мен келесі тапсырмаға көшемін. Тышқанды таба аласыз ба? Достар, дұрыс таптыңыздар деп ойлаймын, тышқан мына жерде. Ал мен келесі тапсырмаға көшемін. Жануарлардың орналасуын есіңізге сақтап алыңыз. Мына жерде қандай жануар? Дұрыс, панда. Ал мына жерде қандай жануар? Бұл жерде қасқыр. Ең соңғы мына жерде қандай жануар? Ең соңғысы мысық. Достар, үшеуін де дұрыс таптыңыздар деген ойдамын. Дұрыс тапсаңыздар, комментарияға жазып кеттіңіздер. Ал мен келесі тапсырмаға көшемін. Мұнда смайликтердің арасынан артығын тап.
Дұрыс таптыңыздар деген ойдамын, артығы мына жерде. Ал мен келесі тапсырмаға көшемін. Артық мысықты таба аласыз ба? Артық мысық мынау. Таптыңыздар деген ойдамын, ал мен келесі тапсырманы бастаймын. Артық баланы тап. Мына бала артық, оның шашы басқаларға ұқсамайды. Екі ұқсас ақ қаланы таба аласыз ба? Міне мына екі ақ қала ұқсас. Дұрыс тапсаңыз комментарияға жазып кетіңіз. Ал мен келесі тапсырманы бастаймын. Суретте бір нәрсе дұрыс емес, ол не? Бұл жерде дұрыс емес, Раушанның теңізде орналасуы. Раушан ешқашан теңізде орналаспайды. Артық эмоджиді тап. Мына эмоджи басқа мысықтардан қарағанда аузын ашып отыр, яғни бұл эмоджи артық. Екі бірдей атты таба аласыз ба? Мән беріп қарасақ, мына екі ат бірдей екенін көреміз. Ал сіз таптыңыз ба? Комментарияға жазып кетіңіз. Достар, міне видео да аяқталып қалды. Видео ұнаса каналға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Қанша тапсырма тапқандарыңызды комментарияға жазып кетіңіздер. Мына жердегі видеоларды көруді ұмытпаңыздар. Қош сау болыңыздар.